Нұрсұлтан Жақсыген деген батыр мынау биылғы 2025-тің жыл отменасы болайын деп тұрған сияқты. Енді біреудің әрине отбасына араласу мүлдем дұрыс емес, оның араласқым да келген жоқ еді, бірақ енді жаңағы Фариза қарындасымыздың салған постын, сообщенияларын WhatsApp-тан тағы басқа енді оқып шығып, кәдімгідей сөз қалмады. Енді мынау қортиған қодық, енді сол сөз үшін ертең соттасып жүрсек те таңғалмаймын, бірақ қортиған қодық енді еркек деген атына өзіне өзі енді білмеймін орғазды, сол орға плотно түсті. Енді не деген ауыр сөздер, не деген сұмдық сөздер, енді ол үшін заң алдында жауап беру керек. Енді міндетті түрде Фариза оны сотқа Фаризаның өзі беру керек, ол басқа біреу бере алмайды, өйткені бұл личный, екеуінің арасында переписка ғой. Сол себепті Фариза қарындасымыз оны сотқа береді, міндетті түрде ол сотталады, мына сөздердің барлығына жауапқа тартылады, қылмысқа тартылады. Ол бір. Екінші, жаппай халық оны отмена жасау керек. Бүкіл ол қатысқан кинолардағы сценалардың барлығы, қандай жобаға қатысып жатыр, қай жерде түсірілім, не, қандай рекламный контракт, барлығы онымен ара қатынасты үзу керек. Мұндай адаммен жұмыс істемеу керек. Ол өте ұят, өте төмен деңгейдегі өзінің бүкіл халыққа осындай бет-бейнесін көрсетіп берді. Еще жаңағы парақшасына кіріп бір қарап шықсам, білмеймін, ана жерде кәдімгідей ол ойнап күліп отыр ғой, жаңағыдай. Одан сайын жаңағы халықты қоздырып, қолдарынан келген істеңдер, үйтіңдер, бүйтіңдер, мен кайфовать етіп жүрмін деген сияқты ше. Енді өте ауыр, өте қиын жағдай болды. Не болса да, достар, қолдайық қарындастарымызды. Бәріміздің де осындай қыздарымыз бар, қарындастарымыз, әпкелеріміз бар. Үйтіп мұншалықты қорланған сөздерді тыңдап, естіп отырған сол Фаризаның өзі де бір батыр екен деймін да. Не деген, еще шетелде, Қытайда ма бір жерде жүр, ол жұмыс істеп ақша тауып жүрген қыз ғой. Онымен айтысып отыратындай несі жоқ, уақыты жоқ. Білмеймін, соның өзінде араларында не болған енді бір Құдай біледі. Бірақ не болса да, мұндай сөздер, мұндай нәрселерді айту енді өте ауыр.